Адам арманына, ойлаған ісіне, алға қойған мақсатына қол жеткізу үшін ерен еңбекпен үнемі ынталандырып тұратын мотивация қажет екені белгілі. Алайда адамдардың көпшілігінде мотивация бір рет қана атылған оқ сияқты уақытша ғана болады. Мотивация бір реттік және уақытша болмау үшін атқарылатын істің маңыздылығын терең түсіну қажет. Сол кезде ғана адамда істі бастауға және оны ары қарай жалғастыруға деген қызығушылық пайда болады. Жұмысын жемісті аяқтауға деген талпыныс оянады. Бастаған ісін соңына дейін апаруға табандылық танытып алады. Табандылық таныту уақыт өте келе дисциплинаға, тәртіпке айналады. Осы кезде адам тұрақты даму жолына қадам басады. Алайда адамдардың көпшілігі жетілу, даму қажет екенін білгенімен, нақты қай жағынан, не үшін жетілуге қажет екенін біле бермейді. Мен осы арнада әртүрлі оқиғаларды, немесе жай әңгімелерді және мотивациялық сөздерді сіздерге жеткізуге тырысамын. Сіздер ойлап жүрген істеріңізге, армандарыңызға жетуге құлшыныстарыңызды оятатын видеоларды таба аласыздар деген ойдамын. Және мені қолдау үшін арнаға жазылып комментарий пікір жазып отырсаңыздар, мен сіздерден осы арқылы құлшынысым оянып, видеоларды тезірек және сапалы шығаруға тырысатын боламын.